Қайырлы күн. Жұп-жұмсақ болып пісетін, әрі өте дәмді болып шығатын булочканы менімен бірге дайындап көріңіздер. Барлық құрамын және жасалу жолында видеоның төмендегі описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерден қарап оқып жасасаңыздар да болады. Булочканың қамырына 500 мл жылы сүт керек болады. Үстінен 1 ас қасық ашытқы және 1 ас қасық қант саламыз. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Бөлек мискаға 750 граммдай ұнды електен өткізіп дайындап аламыз. Енді оған 1 шай қасықпен тұз саламыз. Одан кейін 150 граммдай қант саламыз. Жылы сүтке араласқан ашытқыларымызды құямыз. Стаканның 1/3 бөлігіндей сұйық май құямыз. Енді осы барлық құрамды жақсылап қолмен араластырып қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ болып шығады, қолға аздап жабысқақ болады. Оны қатты жабыстырмас үшін кішкене қолды майлап отыру керек. Осылай майлап, үстін бастырып, жылы жерге қою керек. 1-1,5 сағаттай. Мен тез ашу үшін осылай басқа ыдысқа ыстық су құямын да үстінен жаңағы қамырымыздың ыдысын қойып қоямын. Одан кейін үстін осылай орамалмен жауып қойдым. Енді штрезель дайындаймыз. Ол булочканың үстін әсемдеуге керек болады. Ұнға сары май салып, үстінен қант саламыз. Енді осы үшеуін жақсылап араластырып, ұнтақ жасаймыз. Міне біздің штрезельдеріміз осылай болып шығу керек. Бір сағаттан кейін қамыр ашыды. Міне қамырдың осындай биіктігі көтеріліп, әдемі болып ашып дайын болып тұр. Енді ұн сеуіп, қамырымызды түсіріп аламыз. Қолымызға қатты жабыспас үшін қолымызды майлап аламыз. Енді осылайша формаға келтіріп, пышақтың көмегімен кесіп, булочкаларды дайындаймыз. Міне осылай барлығын кесіп алғаннан кейін біртіндеп алып, ортасына салмасын саламыз. Салмасына мен джем салдым, алмадан жасалынған. Міне осылай түйіп, шариктер жасаймыз. Және оны астына қаратып қоямыз, түйген жағын. Енді барлығын осылай противеньге орналастырып, бетіне 1 жұмыртқаны жақсылап араластырып, жағып шығамыз. Осылай бәріне жағып шыққаннан кейін дайындап қойған штрезельді бетіне сеуіп шығамыз. Содан кейін 15 минутқа булочкаларды тындырып қоямыз. Ол жақсылап кішкене көтерілу керек. Содан кейін пешімізге салып, 180 градустық температурада 30 минуттай пісіріп аламыз. Піскеннен кейін булочкаларымызды противеннен босатып, суытып аламыз.
міне осындай әдемі болып піседі. Сіздер де дайындап көріңіздер. Менің каналыма жазылып, ұнаса лайк, комментарий қалдырыңыздар. Қош сау болып тұрыңыздар.